Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Исаев Нұрбақыт. Мен антикор студентімін. Казгаса академиясы рейд 1 тобынан. Ендігі менің адалдық туралы ойымды айта кетсем. Адалдық бізде көпке бөлінеді. Мысалы қарағанда ата-анаға деген адалдық, біздің істеп жүрген ісімізге деген адалдық. Ол, например, қарасақ, оқуымыз, жұмысымыз, сондай жайыптар айтса болады. Тағы не айта кетсе болады. Және елімізге деген адалдық. Ол коррупция, сондай да бір жаман істерді айтса болады. Адалдық соның ішіне кіреді тоже. Менің жастарға деген айта кететінім, ең басты зат ол елімізге деген, өзіміздің ісімізге деген адал болуымыз. Себебі бізге сеніп отқан адамдар, олар өте көп. Мысалы қарағанда ата-анамыз, біздің достарымыз, бауырларымыз. Солар үшін біз өзіміздің ісімізге, оқуымызға адал болу керекпіз.